Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін бізде әдебиет сабағы, сабақтың тақырыбы Қобыланды батыр жыры, оның ішінде тұлпарлар бейнесі. Оқу мақсаты: көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу. Әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу. Бағалау критерийі: жырдағы негізгі кейіпкердің портретін жинақтайды, жырдан қарама-қарсы немесе салыстыра суреттеуді табады. Сабақты бастамас бұрын біз 3 топқа бөлінеміз. Бірінші топ Байшұбар тобы, екінші топ Тайбұрыл тобы, үшінші топ Қарақасқа ат тобы. Әрқайсымыз өз тобымызға жайғасып отырамыз. Бүгінгі сабаққа сіздерге сәттілік, сабақты бастаймыз. Қобыланды батыр жырын қайталау мақсатында бізге сиқырлы сандықша берілген. Сиқырлы сандықшада бірнеше сұрақтар бар. Сол сұрақтарға тез әрі нақты жауап береміз. Бірінші сұрақ: Тоқтарбайдың ұлы кім? Екінші сұрақ: Қобыланды батырдың ер батыр болып өсуі жырда қалай берілген? Үшінші сұрақ: Қобыландының сүйген жары кім? Төртінші сұрақ: не себепті құртқа сұлу көп жылқыға көз салды деп ойлайсыздар? Өте дұрыс жауап. Керемет. Дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күннің ретін және тақырыпты дәптерімізге жазамыз. Жалпы, тұлпар бітімі бөлек ең жүйрік жылқы. Жылқыны қолға үйрете бастау көшпелі шаруашылықтан басталады. Қолға үйретілген жылқының шаруашылықта маңызы зор. Себебі ол жесе ет, ішсе қымыз, мінсе көлік. Қазақ ғасырлар бойы жылқының жүйріктерін, мықтыларын сұрыптап, іріктеп, тұлпар өсірген. Оның негізінен батырлар мінген. Мысалы, Алпамыстың Байшұбары, Қобыландының Тайбұрылы, Ертарғынның Қарақасқасы, Исатайдың Ақтабаны. Ендеше бейне көрсетілімге назар аударамыз, мұқият тыңдаймыз. Қазақ жылқыны төрт түліктің төресі дейді, жеті қазынаның біріне балайды. Жылқы жануарлардың ішінде тектіліктің символы саналады. Содан да болар қазақ халқының мінезі де осы жануарға ұқсас. Лас жерлерді ұнатпайды. Сонымен қатар жылқы алғаш қазақ жерінде қолға үйретілген деген деректер бар. Оған Теріскейдегі Ботай қонысынан табылған мәліметтер мен жәдігерлер куә. Археологтар тас дәуірі мен қола дәуірі арасында жылқы өсірушілер мен үйретушілер болғанын анықтап отыр. Ата-бабадан қалған өнерді халқымыз атбегілікпен жалғады. Қазақтың жыр дастандарында да жылқыға аса мән беріледі. Тіпті әр батырдың өз тұлпары болған. Жалпы тұлпар бітімі бөлек ең жүйрік жылқы. Қазақ ғасырлар бойы аттың жүйрігін, мықтыларын сұрыптап, ерекше күтімге алған. Мысалы, Алпамыстың Байшұбары, Қобыландының Тайбұрылы, Қамбардың Қарақасқасы, Қабанбайдың Құбасы, Ақан серінің Құлагері, Бұғыбайдың Қара серкесі, Наурызбайдың Ағазуы, Исатайдың Ақтабаны сынды тұлпарлар батырлардың айнымас серігіне айналған. Бізде топтық жұмыс жүйріктер жазбасы әдісі арқылы орындалады. Сіздерге жырдан үзінді беріледі. Сол үзіндіні оқи отырып, сұраққа жауап береміз. Бірінші Тайбұрыл тобына: бурыл тұлпар туады, тұяғын жерге тигізбей, құртқа сынды сұлуың 6 тонға орады. Бурылға қыз құртқа түндікпенен түн көрді, түтікпенен су берді. Сұрақ: қыз құртқаның таңдауы болған бурыл туралы не айтасыздар? Қарақасқа ат тобына: үзінді
12 құлаш кезеңнен атылып бурыл ойнайды, қыз құртқаны көтеріп, бурыл көкке екі ұшты. Сұрақ: тайбурыл нағыз тұлпар болып жараған ба? Үшінші, Байшұбар тобынан: үзінді үш ұшарың аспанға, бір ұшуым кем болды. Мен қайтейін тайбурыл, 43 күннің кемдігі. Сұрақ: құртқа баптаған тұлпарда мін бар ма? Дескриптірі: үзіндіден негізгі ойды таба алады, сұраққа жауап жаза алады, өз көзқарасын дәлелдей алады. Өте жақсы, тұшымды, ұтымды жұмыс, жауап, керемет. Келесі бізде жұптық жұмыс. Қарақасқа ат тобы жылқының қасиеттері туралы жазса, Байшұбар тобы жылқы туралы мақал-мәтелдер жазады, тайбурыл тобы ұлттық ат ойындарын тізбектеп жазасыздар. Келесі бізде жеке жұмыс, әдебиет лотосы арқылы орындаймыз. Жыр кейіпкерлері туралы кестені толтырамыз. Бірінші, шығарманың аты, шығармадағы кейіпкерлер. Кейіпкерлер қандай? Сіздерге қандай қасиеттері ұнайды? Қай кейіпкерге ұқсағың келеді? Немесе қай кейіпкерге ұқсағың келмейді? Себебі неде? Өте жақсы, керемет. Үйге тапсырма: ер қанаты ат тақырыбында эссе жазу. Әрбір күніміз тыныш, халқымыз аман болсын.